Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен мини нан дайындаймыз. Терең ыдысқа жылы су құямыз, дрожжи, тұз салып жақсылап араластырамыз. Аздан ұн қосып қамыр басамыз. Сары май қосып 5 минут басамыз. Қолымызды майлап қамырды жинаймыз. Пищевой пленкамен бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше. Қамыр 1 сағат ішінде көтерілді. Менде 780 грамм қамыр шықты. 6 бөлікке бөліп, домалақ форма береміз. Противенға салып, бетін 20 минутқа жабамыз. Қамырымыз тағы да көтерілді. Өткір пышақпен тіліктер жасаймыз. Нанның беті қытырлақ болу үшін су жағамыз. Духовкаға су қоямыз. Сонда нанымыз қытырлақ болады. 200 градус температурада қыздырылған духовкада 30 минут пісіреміз. Нанымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.